Лут пайғамбар қиссасы. Лут Ыбырайым пайғамбардың немере інісі еді. Ыбырайым Бабылда Намрудпен күресіп жүргенде ол ойын баласы болатын. Кішкентай болса да ағасының сөзін құп көрді. Құдайды бір және бар деп таныды. Пұтқа табынбады. Сол үшін әке-шешесінен талай таяқта жеді. Залымдар ағасын отқа тастағанда шелекпен су тасымақ болып жүгірген. Бірақ әкесі ұрсып үйіне қамап қойды. Ол сонда да тырбыңдап, үйдің бұрышын қазып шығып ағасына көмектесуге ұмтылған. Ыбырайымның аман қалғанын көргенде қатты қуанды. Ыбырайым 30 жылдан соң Кебран жеріне қайта көшіп келгенде бұл алдынан келіп сәлем берді. Ағасының атын жегіп, жанында қолғабыс етіп жүрді. Одан көп білім үйренді. Bir күні Тәңірі тағала оған пайғамбарлық міндет жүктеді. Ей Лут, Садум деген елге барып айт, пұт парасынан бас тартып, маған иман келтірсін деді. Садум Жордан жеріндегі үлкен бір шаһар еді. Халқы тек жеміс сатып күн көретін. Әлемнің бүкіл жемісі сол жерден шығатын. Бірақ халқы азғындап кеткен еді. Пұтқа табынғаннан бөлек ер мен әйел мен әйел ылығып жүре беретін. Лут пайғамбар Ыбырайымнан бата алып, ертесіне Садум шаһарына шықты. Ағасы оған бір атан түйесі мен итін қосып берді. Түйе мен итті бір заманда Тұран даласынан көшкенде бірге әкеліп еді. Лут бірнеше күн тоқтамай жүріп отырып, таң ата Садум шаһарына келді. Қаланың сыртына келіп лашық тікті. Шаһар халқы жаңадан адам келгенін көріп, Луттың шатырына қарай ағылды. Олар Луттың әйелі мен 2 қызына тиіспек болды. Сол сәтте Ыбырайым берген түйе тулап, өкіріп бақырып жанына кісі жуытпады. Тістерін ақситқанда түрінен адам шошыды. Ит те аузын керіп жақын келген адамды талай бастады. Жұрт жараланғаны бар, қорқып қашқаны бар, патшаның сарайына келіп жығылды. Олар Луттың үстінен арыз айтты. Патша уәзірін жіберіп, бар да біліп қайт, есіктен кірмей жатып халқымды ұрып соғатын кім екен, деп қаһарланды. Уәзір 500 сарбазбен келіп Луттың үйін қоршады. Ей, кімсің? Жаның барында жауап бер, деді айғайлап. Лут лашығынан шығып, мен пайғамбармын, деді. Неге келдің? Деді уәзір. Құдайдың әмірімен келдім. Біздің құдайымыз бар, басқа құдайдың керегі жоқ. Елдің ішіне ірткі салмай келген ізіңмен кейін қайт, деді уәзір жекіп. Мен мұнда өз еркіммен келгем жоқ. Сендерге мейірім шапағатын сұраусыз төгіп келген бір жаббардың әмірімен келдім. Алладан әмір болса аспандағы жұлдыз жерге түседі. Олай болса менің мұнда келгеніме таң қалудың реті жоқ. Бізде ондай мейірімді құдайдың мыңы бар. Сенің жалғыз құдайыңа мұқтаждығымыз жоқ, деді. Бұған дейін мың құдайың ірткі салмаса ер мен ерің ылығып, әйел мен әйел былығып, неменеге рухани шіріп жатсыңдар? Тұқымдарың тұздай құрмай тұрғанда жаратқанның дәргейіне бас ұрыңдар. Сол кезде ғана ерлерің ерлікке, әйелдерің бірлікке, ұл-қыздарың тату-тәтті тірлікке ұмтылады. Бұл сөзге құлақ аспасаң елің жерге жұтылады. Аузының дуасы жоқ, қуыршақ құдаймен қорқытатын қаңғыбастар қаптап кетті. Алланың кешірімді екенін содан біл. Зауал бірінші басыңа келмейді. Әуелі талыңа, сосын малыңа келді. Оған да қоймай есірсең патшаның тағына, егіншілердің бағына зауал болып жауады. Ертең қарада тұр. Бүгін ертең жинаймын деп тұрған жеміс-жидегің мен егініңді шегірткелер жеп кетеді, деді. Соңғы ескертуді айтқанда уәзірдің жүрегі зырқ ете қалды. Себебі 1 жыл егінге жұт келсе, халық аштан қатып, ауқатты байлардың өзі қоңыз теріп кететін еді. Уәзір аттың басын кері бұрып сарайына кетті. Пайғамбар айтқанда ертесіне жеміс-жидегі мен егінін шегіртке жеді. Елдің патшасы мұны көріп шошып кетті. Заматтан нөкерлерін ертіп Луттың лашығына келді. Аттан түспей айғайлап, ей, кімсің, деді. Алланың расулымын, деді Лут. Не үшін келдің? Құдайдың бірлігін әйгілеуге келдім. Бірлік бар жерде тірлік бар. Тірлік бар жерде ірілік бар. Ірілік бар жерде ерлік бар. Ерлік бар жерде ерлер бар.
Ерлер бар жерде ең биік асыл мұраттар бар. Сендерде соның бірі қалған жоқ. Құдайың біздің құдайдан күшті ме? Күшті. Дәлелің қандай? Менің құдайым көзге көрінетін және көрінбейтін қисапсыз әлемді шыр айналдырып тұрса да өзінің тұрған жерін көрсетпейді. Ал сендердің қолдан жасалған пұт құдайларың егіндерін шегірткеден қорғай алмайды. Ұрсаң сынады, жақсаң балқиды. Сенің пайғамбар екеніңе кім куәлік береді? Қазір Тәңірімнен тілесем ол дұғамды қабыл етіп, мына түйем мен итіме тіл бітіреді. Қане сөйлетші, деді патша. Лұт қолын жайып, уа Тәңірім, түйем мен итімді сөйлете көр, деді. Дұғасын жасап бетін сипады да Лұт түйесіне қарап еді. Ол басын изеп-изеп жіберіп, кәлима айта жөнелді. Артынша иті де сөйлеп қоя берді. Ит пен түйенің сөйлегенін көріп патша да халық та таң қалды. Патша жағасын ұстап, о заманда бұ заман ит пен түйенің сөйлеуін алғаш көруім, деді. Патшаның қасында екі сиқыршы дуагеш бар еді. Олардың бірі патшаның оң құлағына сыбырлап, хан ием, бұл сиқырдың күшімен жасап жатыр, оған сенбеңіз, деді. Екінші сиқыршы сол құлағына сыбырлап, бұл сиқыршы бізді арбап, жоқ құдайға табындырып тағыңызды тартып алмақшы, деді. Патша не сенер сенбесін білмей тұрып қалды. Сосын дуакештеріне қарап, дәлелің қане, деді. Ол оп-оңай, деді де. Олар Лұтқа бұрылып, уа белгісіз құдайдың пайғамбар сымағы, сен мынаны айтшы, құдайыңның алдында пайғамбардың дәрежесі ұлық па, патшаның дәрежесі ұлық па? Не айтасың, деді. Тақ пен тәж бабадан мирас болады, ал пайғамбарлық құдайдан әмір болады, деді. Сол кезде бірінші сиқыршы патшаға сыбырлап, көрдіңіз бе, өзін сізден артық санап тұр. Мұндай екі тілді жыланды жөргегінде мыжып өлтіру керек. Ертең айдаһарға айналса басыңды жұтып тағыңа жайғасады, деді. Патшаның үрейі ұшып кетті. Сол кезде екінші сиқыршы, сенің құдайыңның алдында байлық артық па, кедейлік артық па? Пақырлық шаранамен тудың ба, өлген соң кебінмен кетесің. Ал кебіннің қалтасы жоқ, деді. Екінші сиқыршы да патшаға сыбырлап, көрдіңіз бе, бұл кедейлікті айтып сізді байлығыңыздан айырмақшы, деді. Патша онан сайын қорқып кетті. Дереу шаһарға кіріп күзетшілерге, мына сиқыршы пайғамбарды қалаға кіргізбеңдер, деді. Лұт шаһардың сыртында тұра берді. Сол жылы Содомның егінін шегіртке жеп, ел жеміссіз қалды. Ал артынша малға топалаң мен қарасан келіп арам қатты. Халық аштыққа ұрынды. Олар Лұтқа келіп, біз бұттарды қиратайық, сенің құдайыңды мойындайық, алдымен мал мен егінге берекет арсын, деп жалынды. Лұт дұға қылып еді, көктен жаңбыр жауып топыраққа нәр бітті. Мал да ауруынан жазылды, бірақ патша қолыққа басты. Сенің құдайыңа құлшылық ету үшін уақыт керек, бізге мұрсат бер, бірақ сенің қалаға кіріп тұруыңа рұқсат етеміз, деді. Лұт бұл шартқа көнді. Қаланың ішіне кіріп жұртқа ар ілімін насихат етті. Бірақ аштықтан құтылып көңілі тоқ болған патшада халық та пайғамбарға берген уәдесін ұмытты. Бұрынғы әдетінше ер мен ер, әйел мен әйел үйленіп жүре берді. Пұттарын қиратпады. Есірген мақаулар Лұтты көрсе келеке етіп, тасадан тасататын өнер шығарды. Қиссаның жалғасы келесі шығарылымда.